Қайырлы күн, сұлу ханымдар. Бүгін құрғақ теріге күтім жасау жөнінде сөз қозғаймыз. Құрғақ тері негізінен дұрыс тамақтанбаудан, дәрумендердің жетіспеуінен және қан айналымының бұзылуынан, ал кей жағдайда тұқым қуалаушылықтан да болады. Яғни ата-анаңыздың бірінде құрғақ тері болса, ол сізге берілуі мүмкін. Теріңіз құрғақ болса, сұйықтықты көп ішіп, А және С дәрумендеріне бай азық-түліктерді көп тұтыныңыз. Арасында дәрігердің рұқсатымен А дәруменін қабылдауға да болады. Құрғақ тері иесіне көп жуынуға болмайды. Себебі әр жуынған сайын теріңіз құрғай береді. Құрамында спирті бар құралдарды мүлде қолданбаңыз. Құрғақ теріні жұмсартылған немесе бөлме температурасындағы сумен жуу керек. Су мен сүтті тең мөлшерде араластырып, осы қоспамен бетті сүртіп алып, нәрлендіретін крем жағыңыз. Үй жағдайында лосьондар жасап алуға да болады. Мұндай лосьондар жайлы келесі видеоларда айтатын боламыз. Құрғақ теріні тазалауда жұмсақ құралдарды қолданыңыз. Мусс немесе сүтшелер, гидрофилді майлар. Мицеллярлық суды майсыз болса қолданбағаныңыз жөн. Тоник қолданыңыз. Ол pH деңгейін сақтап, ылғалдандырады. Тониктен соң сары суды жағыңыз. Сары су гиалурон қышқылымен болса тіпті жақсы. Сары судан соң ғана крем жағыңыз. Енді құрғақ теріге арналған маскаларға тоқталсақ. Бірінші тазалайтын масканы жасау үшін біраз қасық ақсазға, 2 ас қасық сүт және 5 мг бал қосып, бір тегіс масса болғанша араластырамыз. Бетке 10-15 минутқа жағып, жуып болған соң ылғалдандыратын крем жағамыз. Келесі ылғалдандыратын маскаларды қарастырайық. Бір бананды езіп, 1 шай қасық өсімдік майы және сарыуызбен араластырамыз. 15 минутқа жағып, салқындау сумен жуып, нәрлендіретін крем жағамыз. Масканың қалғанын қолдарыңызға жағыңыз. Банан құрамындағы Б дәрумені теріні жұмсартып, әжімдерді тартады. Сүзбе құрғақ тері үшін таптырмас өнім. Енді сүзбеден жасалатын масканы қарастырайық. 2 ас қасық жұмсақ сүзбені 1 ас қасық сүтпен және 1 шай қасық сұйық балмен араластырамыз. Бет терісіне 25 минутқа жағып, жылы сумен жуамыз. Аптасына 2 рет жасауға болады. Бұл маска құрғақ теріні терең ылғалдандырып, теріні жақсартады. Құрғақ терге алмадан жасалған маска да жақсы әсер етеді. Алманы тазалап, қабығынан аршып, үккіштен өткіземіз. Біраз қасық крахмалмен араластырып, бетке 20-25 минутқа жағып, салқын сумен жуамыз. Тағы да басқа маскалар туралы алдағы видеоларымызда айтатын боламыз. Сол үшін арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.